Сәлеметсіңдер ме? Бүгін 96-шы сабақ логикалық есептер. Бірінші тапсырма сағым деген не? Сағым шөл даладан анық байқалады. Түйелердің көлеңкесіне қара, оларды бәрі сәйкес келе ме? Яғни бізге түйелердің суреті берілген және әрқайсысының өзінің сағымы түсіп тұр көлеңкесі. Енді бірінші, екінші түйеге қарасаңдар, бұл жерде тура өзінің көлеңкесі түсіп тұр. Үшінші түйеге қарағанда бұл жерде сәйкес келмей тұр, иә? Түйе екі өркешті, ал сағымда бір өркешті болып көрініп тұр. Сағым ауаның біркелкі қызбауына байланысты нысанның бірнеше жалған бейнесінің көрінісі. Екінші тапсырма. Сен фигураның жазбасына берілген тапсырмаларды орындауды білесің. Бұрышы қиып алынған текшенің жазбасын тап. Яғни бізге дайын текше берілген және үш нұсқа берілген. Осы үш нұсқаны біз қиылған үш нұсқаны текше етіп біріктіретін болсақ, осындай текше шығады ма? Бірінші текшеге қарасақ, бұл жерде шықпайды. Яғни мына жоғарыға қарай көтеріп біріктірсек, мына жер үшбұрыш болып тұрмайды, қиынды болып. Екіншіні біріктіретін болсақ, бұл жерде екі ғана қиынды бар. Үшіншісі жоқ. Бұл яғни дұрыс емес. 1 мен 2 дұрыс емес, үшінші дұрыс болып тұр. Үшінші тапсырма. Досыңнан пішіннің неше текшеден құралғанын айтуды сұра. Ол өзінің есептеу тәсілін түсіндірсін. Бұл жерде 4 текшеге көбейтеміз 3-ті. Яғни жаны мен төбесін көбейткенде шығады, оған қосамыз 1-ді, сонда жалпы 13 текше шығып тұр. Екінші текшеге қарасақ, ұзыннан 4 текше, жанында 2 және жанында тағы 2 тұр. Демек 4 қосу 2, көбейту 2, жалпы 8 текше шықты. Төртінші тапсырма. Қай фигураны бұрып қойды? Яғни бізге А және Ә нұсқасы берілген, екеуінде де бізге бұрып қойғанда табу үшін шатастыратын екі сәйкес келмейтін фигуралар берілген. Яғни бірінші фигураға А-ның біріншісіне қарасақ, бұл жерде мүлде сәйкес келмейді. Екіншіге қарасақ, бұл сәйкес келіп тұр. Үшінші, бұл мүлде сәйкес келмейді. Яғни А-ның екіншісі дұрыс. Әсінде бұл жерде бірінші қарайтын болсақ, көк пен қызыл тұр. Яғни бірінші текшедегідей түстері сәйкес емес. Яғни бір дұрыс емес. Екінші текшеге қарайтын болсақ, көк және жасыл, жоғарысында көк сары. Яғни бұл сәйкес келіп тұр Әнің бірінші тұрғанына. Демек, А нұсқасында да, Ә нұсқасында да екіншісі дұрыс. Бесінші тапсырма. Кесте бойынша есеп құрастыр және шығар. Кестеге қараймыз. А 6 см, Б 4 см, С 2 см, В белгісіз. Яғни В-ны табу үшін біз А, Б, С-ны көбейтеміз. Сонда бізде 48 см куб шығады. Екінші бағанға қарасақ, бұл жерде А 16 дециметр, Б 2 дециметр, С белгісіз, В 128 дециметр куб. Яғни біз бұл жерде С-ны табу үшін А мен Б-ны көбейтеміз және 128-ден жаңағы шыққан санды бөлеміз. Бұл жерде 4 дециметр шығады. Үшінші бағанға қараймыз. А 15 метр, Б 3 метр, С белгісіз, В 90 метр куб. Ал енді біз С-ны табу үшін А мен Б-ны көбейтеміз және В-дан 90-нан бөлеміз жаңағы А мен Б-ның шыққан нәтижесін. Сонда 90-ды бөлген кезде 2 метр шығады. Төртінші бағанға қараймыз. А 12 метр, Б 3 метр, С 2 метр, В белгісіз. Енді біз В-ны табу үшін не істейміз? Яғни А, Б, С-ны көбейтеміз, сонда бізде 70 метр куб шығады. Төртінші бағанда 35 дециметр, Б 2 дециметр, С 1 дециметр, В дециметр белгісіз. Яғни бұл жерде үшеуін көбейтіп, нәтижесін шығарамыз, сонда бізде 70 дециметр куб шығады. Ең соңғы бағанға қарасақ, А 46 см, Б 30 см, С белгісіз, В 27600 см. Яғни бұл жерде А мен Б-ны көбейтеміз және В-дан шыққан нәтижені бөлеміз. Ал енді 6-шы тапсырмаға қараймыз. Бұл жерде есепте және тексер. Мен бұл жерге нәтижесін барлығын жазып қойдым. Өздерің осы бөлулерді көбейтіп тексерсеңдер болады. Баған түрінде тексеріп көріңдер.
Жетінші тапсырма. Бөлме линолеум төсеу үшін жұмысшы бөлмедегі аралық қойылған жерді қоспай бөлменің ауданына тең линолеум бөлігін сатып алуы тиіс. Яғни, оны сатып алу үшін бірінші бөлменің жалпы ауданын табу керек, екінші аралық қойылған жердің ауданын табу керек, үшінші пайдалы ауданды табу керек. Ол үшін не істейміз? Бірінші жалпы ауданды тауып аламыз. Жалпы ауданды табу үшін А мен Б-ны көбейтеміз. Яғни 9 пен 4 метрді көбейтеміз, 36 метр квадрат. Бұл жалпы аудан. Ал енді біз арқалық қойған ауданды табу үшін А1 мен В1-ді көбейтеміз, сонда 6 метр квадрат шығады. Енді біз пайдалы ауданды табу үшін сол жалпы ауданнан арқалық ауданды азайтамыз. Сонда бізде 30 метр квадрат шығады. Сонда бөлменің жалпы ауданы 36 метр квадрат, аралық қойылған жердің ауданы 6 метр квадрат, пайдалы аудан 30 метр квадрат шығады екен. 8-ші тапсырма. Түйе мен жылқыға жүк артып келе жатқан жолаушы, егер жылқының үстінде бір қапты түйеге ауыстырса, онда түйенің үстіндегі жүк жылқының үстіне жүктен 2 есе ауыр болады. Ал егер түйедегі бір қапты жылқыға ауыстырсам, онда екеуінің жүгі теңеседі деді. Әр жануардың үстіндегі қаптың саны 10-нан кем. Бастапқыда әрбір жануардың үстінде қанша қап жүк болған? Яғни, жылқыда 5 қап, түйеде 7 қап болған. Ал енді бұларды бірінші жылқыға біз жылқыдан бір қапты алып түйеге қоятын болсақ, бұл жерде жылқыда 4 қап қалатын еді. Ал түйедегі 7 қаптан бір қапты алып жылқыға қоятын болсақ, сонда түйеде 6 қап қалатын еді. Енді сонда бізге жылқыға бір қап қоссақ 6, түйеге бір қап қоссақ 8 болады. Сонда 2 есе ауыр болып тұр.